Ел қамын ойлаған кәсіпкер азаматтар Шығыс Қазақстанда да бар екен. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары ұжымшар тараған кезде үлесіне жалғыз бір ғана трактор тиген Бородулиха ауданының тұрғыны Абайхан Құрамысов қазір ауданға ғана емес аймаққа танымал абыройлы азамат. Қарапайым жүргізуші болған ол өздігімен іс бастап егін салады. Кейін асыл тұқымды қазақтың ақбас сиырын көбейтуді қолға алады. Жерлестеріне жанашыр, сөзінен ісі мығым ауыл тұрғыны жөнінде әріптесім Болат Көкенайұлының репортажында. Достық шаруа қожалығының кеңсесіне келген адамның көзіне бірден осы тракторлар түседі. Көненің көзі болса да, бұларды әдейі қойып қойдық. Кешегі қиындықтарды ұмытпау үшін деп еске алады шаруа қожалығының жетекшісі. Если надо, могу и помогать ребятам. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясынан келген Абайхан Құрамысов осындай азамат. Кез келген жұмысты қарап тұрмай атқара береді. Адақ дәрежеден кенде емес. Еңбекпен есейдім. Бүгінгі толағай табысқа үзілгенді жалғап, сүрінгенді демеп, ұжымдағы ауызбіршіліктің арқасында жеттім дейді. Если человек работает, он и будет. Еңбегіне өнбегі демекші менің қарамағымдағы қарапайым жұмысшылардың өзі бүгінде тәп-тәуір тұрмыс кешуде. Қалада бірнеше пәтері бар, балаларын оқытуда, шетелдік көлікті таңдап мінеді. Ауылда жағдай жаман болса солай болар ма еді? Доллардың бізге қатысы жоқ, төл теңгемізбен бала-шағаны асырап отырмыз. Тамағымыз тоқ, киіміміз көк. Ол басқарып отырған қожалық қазір 9000 гектар жері, 350 бас асыл тұқымдары қарасы, 10-нан астам жаңа техникасы бар іргелі шаруашылық. 40-тан астам ауыл тұрғыны жыл 12 ай осында жұмыс істейді. Еңбек ақыдан бөлек отын су, көмір тегін беріледі. Были предложения мне в Ускоман. Жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін Өскемен қаласына ғылыми жобамен айналысу жөнінде шақыртып алдым. Алайда өзім туып өскен ауылға қайта оралуды жөн деп таптым. Әке жолымен жүріп, шаруашылықты одан әрі дамытқым келеді. Еңбек етіп, алдыға ұмтылсаң, барлық арманға қол жеткізуге болады. Қиындыққа шыдау керек. Бәрі-бірден бола қоймайды ғой. Ауылдағы тұрмысы төмен отбасыларға көмектесу, көшелерді тазалау, Зенковка ауылындағы орта мектептің керек жарағына болысу. Мұның бәрі әбекеңнің күнделікті тірлігі. Алайда ол жайында сұрасаң, түк білмегендей кейіп танытады. Өткен жылы ғана қайырымдылық шараларына миллионнан астам қаржы жұмсапты. Сами мы развиваемся. Мемлекет көмегін аяп жатқан жоқ, алайда дайын асқа тік қасық болудан аулақпыз. Өз күшімізбен қосымша қора-қопсы салып, асыл тұқымды мал басын 500-ге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Әлемдегі қаржы дағдарыс жөнінде де шаруаның пайымы бөлек. Кімнің кім екенін танитын уақыт келген сияқты. Қаладағы жұмысшы жастар ауылға бет алады деп сенем. Көзін тапсаң, ауылда да кәсіптің түрі көп дейді шаруашылық жетекшісі. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, қорытынды жаңалықтар Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданынан.